құрметті достар, оқырмандар. Бұл күнде 60-тың асуынан асқан өрелі ой, салиқалы сөз иесі, жерлесіміз, қаламыздың ғана емес, облыстың, еліміздің белді, беделді азаматы, саясаттанушы, қоғам қайраткері Серік Қамзеұлы Мұстафин ағамызды білмейтін адам кем шығар. Жалпы Серік аға 2017 жылдан бері осы кітапханамыздың, орталық қалалық кітапхананың жанынан құрылған Бастау әдеби тарихи өлкетану клубының төрағасы, өз жанына жастарды жинай білген, жастарға тәлім тәрбие бере білген арқалы азаматтарымыздың маңдай алды. Ал туған күніңіз бүгін, сіздің туған күніңіз, мерейлі жасыңыз құтты болсын аға. Баршамыз сізді құттықтаймыз. Рахмет. 65 жас аз уақыт емес, жарты ғасырлық тарих, 45 жылдық еңбек. Сол тарихты тани отырып, рухани тәлім алу бүгінгі кездесуіміздің басты мақсаты. Болар бала 13-де баспыңдер дегендей, сіз жастайыңыздан сабаққа зерек, өнерге жақын болып өсіпсіз. Қоғамдық жұмысқа белсенділігіңіз, ұйымдастырушылық қабілетіңіз сізді өзгелерден даралап тұр. Осындай туа бітті талантымен топ жарып, жалындаған жастық жігеріңізді халқымызға пайдалы іске арнадыңыз. Серік аға, адамның өміріндегі ең тәтті кезең жастық шағы деп жатады. Жастық шағыңызды бір еске алсаңыз, және көптеген жеңістер мен марапаттар сіздің өміріңізде жетіп артылады. Ал ең маңызды жетістік отбасыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Рахмет. Құттықтауларыңызға да рахмет. Шынында бүгінгі күн өте өзінің беделді бір берекелі күннің бірі. Бұл туған күнім. Бұған мың рахмет мен анама айтамын. Бүгін күні менің шешем 95 жаста, бауырымның қолында өмір сүріп жатыр. 10 бала туып жеткізген анама мың алғысында айтамын. Бүгін ол кісіден өркендеп өсіп шыққан мен, апаға бауырларым өмірлі шүбірлі қызықты думанда болып жатырмыз. Осыдан 42 жыл бұрын жанұя құрып, жолдасым Бақыт екеуміз 2 бала тәрбиелеп өсірді. Бүгін күні 3-4 немереміз бар. Сонымен қызықтап жатқан. Енді балалар ұяда не көрді, соны ешқанды көрді дегендей, сойды 45 жылда өзімнің еңбегім, өзімнің жаға өз қойылғым, өзімнің көзқарасым, жақын жуықпен тікілей араласуым, білім мен ғылым жағына, жақсы мен көркем жағына жақын болғанымды балаларын көріп, бүгін күні қолдау көрсетіп жүр. Атақ айтарыңыз болса, немерелеріңіз? Енді жағы немерелерімге келетін болса, бүгін күні немерелер бәрі мектеп баласы, ойларына қойған армандары көп. Жаңа айтып отыр, олар да көріп жүр. Шет жағасын бүгінгі жағы менің қол жазбаларымды, жазған өлі кітаптарымды, бүгінгі үйге қойған кітапханамды 500-ден артық кітап жинап, соны кітапхана арнадым. Соны ашылу тақаудау болады, соны балалардың бәрі қазір дайындалып жатыр. Соларда өздерінің өлеңдерін, өздерінің сөздерін, пікірлерін, немерелерін дайындап, сондай бір мерекеге болады деп тосып отырмыз. Жақсы, қандай керемет. Енді анам 95 жаста деп жатырсыз. Қандай керемет, бақытты жансыз. Барлығымызда аналарымыз 95-ке келуді нәсіп етсін. Қандай керемет. Енді сіз өте жан-жақты адамсыз ғой. Сіздің хоббиларыңыз өте көп екенін біз жақсы білеміз. Сіздің жеке кітапханаңызда 500-ден артық кітап бар. Оның 95%-ын өзіңіз сатып алған кітаптар. Жинап өзіңіз жүрген сатып алған кітаптар. Сіз жаңа балықтармен айналысасыз, аквариумистсіз. Бірнеше түрлі балықтарыңыз бар. Сонымен қатар 200-ге тарта балық бар. 12 түрлі 200-ге тарта балық бар екен бұл кісіде. Және мына бірнеше кітаптың шығуына үлес қосып жүргеніңіз белгілі. Жерлесіміз Марат Құсыпов деген ағамыздың
бірінші кітабын шығардыңыз, иә, былтырғы жылы, 20-шы жылы Абайдың сөзі даналық көзі кітабы, иә, соңғы кітабы соған сіз... Осы кітап, Абайдың 70 жылдан арналып, сол кісі екеуміз бұл кісі Марат Түсіппен мен 15 жылдан бастап осындай творчестволық қарым-қатынастамын. Бұл 5 жылдың ішінде бұл кісі 5 кітап шығарды, сол 5 кітаптың 5-інде де мен редактор болдым. Енді жаңағы ең соңғы күні шығармамыз, осы Абайдың 70 жылдарынан арнайы кітап. Бұл кітаптың ерекшелігі енді екеуміз 2 жыл бойы осы кітаппен жұмыс істедік, дайындадық. Бұл кітап Абайдың қара сөзінің 38-ші сөзіне арналған кітап, түсініктеме кітабы. Құдай қарасаңыз 22 бет 38 қара сөздің түсіндіруші біз бүгін кітапта 240 бетке дейін шығардық. Соны жеткізу үшін бүгін қалы, бүгін жасөспірім, әсіресе балалар, мектеп іргесіндегі балалар осы Абайдың даналық сөздерін толық ұғыну үшін сондай түсініктеме ретінде 240 бет сондай ашық жазды. Енді өзіне келетін болсақ, бірінші өзім шығарған кітабым бұл Ұлы Жеңістің 60 жылдығына 2005 жылы ұрпақтар есінде деген кітапша шығарған болатында, жаңағы соғыста қайтыс болған ағайынның еске алу жөнінде, жерлестері жөнінде, сосын әкемнің өзі соғысқа қатысқан адам, сол кісілер бәрін арнап, ол кісілердің жазған шығармаларын жаңағы ауылда, туған мекенде Қарқаралы Бесіп ауылда осы кісіге арнап шығармашылық сайыс өткіздік. 70-ке тарта мектептің баласы қатысты, сол балалар марапатталған болады, сол қорытынды ретінде жаңағыдай шағын кітап көрінген болады. Екінші шағын кітабым бұл методикалық тұрда осы алдарында тұрған былтыр Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығы болды. Марқұм апамыз осыдан 6 жыл бұрын дүниеден озды. Сол кісіні еске алып әліппе деген жаңағы кітап сұрасына қосымша мұны күйе шағын жаңағыдай көрмеге жасаттық. Бұл үлкен шығарма, бұл методикалық тұрды. Бұл да бастауыш бірінші кластың балаларына арналған әліппеге көмекші нұсқау, әр әріпке арналған 4-5 жол өлеңдер бар. Соны біз қазақша, латынша көрсетіп, балалар кішкене үйреніп, онымен қатар жаңағы суреттің 2 түрі бар. Бұл суреттерді балалар бояу қарындаспен бояп көрсетеді өздеріне. Біз мұны осындай мағынада білім департаменті бұны қолдаған, соны осыны біз азамат бала екеуміз, ол тіл пәнінің маманы, тарихтың пәнінің маманы, осындай методикалық сондай бір нұсқа шығарған болатынымызда. Әлде болса бұл көп даналық шығуға мүмкіншілігі бар. Әлде басқа әуес қойылымды қарайтын болсақ, ең біріншісі әуес қойылымымыз бала кезімізден, бітпей кезімізде апаларымызбен бірге кәмпиттің қағазын, сіріңкенің коробкасын сияқты сондай жинап келген еткенбіз. Одан кейін ол қалды ойымызда, сол ойымызда қалды. 74 жылы мен бірінші значок жинаған болатын. Значок жинаған, оның 3 бағыты болды. Ол Қазақстан жөнінде, спорт жөнінде, сосын сол кездегі саяси әуес қойылым, ол кезде Ленин партия комсомол, сол 3 бағытта. 3 бағытта жиналған значок бүгінгі күні 3000-ға жуық значок бар. Одан кейінгі әуес қойылым бұл Алматы қаласында басталды. Алматы қаласында мен жаңағы тиын жинай бастадым. Бұл 87-ші жылдар бастап. Бүгінгі күні 5000-нан астам тиыным бар. Әлем тиындары, онысы әсіресе көптері бар. Сіздердің алдарында бүгінгі күні Қазақстан тиындары, күміс тиындар, алтын тиындар деген сияқты. Жай қарапайым қолданатын тиындар. Оны Амандықта 20-шы жылға шыққан 200 теңгелік, 100 теңгелік жаңадан шыққан. Ана жерде жеті қазынаға арналған 7 тиын бар еді. Солардың бәрін біз жаңағыдай жинақтап бүгінгі балаларға көрсетейік деп әкелдім. Шынайы бұл қарасаңыз, бұл да бір ерекшелік әуес қойылып, бұны байқап нету керек екен. Енді келесі бірінен мен марка жинаймын. Бүгінгі күні 1000-нан астам ертеде жиналған маркалардың нелері бар. Жаңағыдай онда бір қызықтап көрініп, оған да арнайы бір
жеке бір не бөлік болады оған. Оның да тарихи бір өзі бір ерекшеліктері, бағыттары бөлек бар. Төртінші бір әуес қойылым бұл жаңағыдай балық аквариум балықтау. Бүгінгі күні 12 түрлі балықтың 200-ге тарта балығы бар. Соларды күтіп өсіруге тырысамын. Енді кішкене қазір су қысқа қарай байланысты кішкене қойдың гүл өсіруге де кішкене ыңғайымыз бар. Соған да біраз көңіл бөлетінімізді жаңа шешірасы айтып кеттік. Үйде анда-санда бір көңіліміз кеткен кезде үйдегі кухняның маңайына жеңгелерімізді демалтып өзін бір кухняға араласатын жағдайымыз бар. Бір ерекше тамақтарды ғана жасауға тырысамын. Сондықтан бір сондай бір әуес қойылым бар. Ең бір творчествоға әуес қойылым жаңа кітаппен қоса шағын бір өлең, әңгіме жазамын. Сондай да бір бағыттары бар. Енді көптеген нелер бар енді. Бәрін оқып шығу әрине оңай емес. Шағын ескен бір кітап дайындаймын деген ойым бар. Енді ол амандық болса сондай бір бағытта бір жақын деген адамдарға бір екі естелік кітап шығардым. Бір естеген азаматтар жақын адамдарға сонда бір нелермен шұғылданамын. Қойылым келгеннен кейін бір есте қалсын, ұрпағы, балалары көрсін, ертең менің әкем, менің атам кім болған деген сөзге несті айтпаймын, сондай кітапты оқитындай бір жағдайда болсын деп. Әрине ол жазушылық емес, ол жай әуес қойлық деп есептеймін. Өте тамаша, қандай керемет, сізді жан-жақты екеніңізді білеміз. Енді осыншалықты жан-жақты деп ойламаппыз. Әрине, сіз өлең жазумен шұғылданасыз. Біразын біз өзіміз естігенбіз осында клуб отырыстарында, көптеген шараларда, кітапханалық. Енді сіз есіңізде ме алғашқы өлеңіңіз не туралы? Алғашқы өлеңім, шында біле қарайтын бұл не? Астанаға байланысты болғандында. Астананың 5 жылдығына арнаған өлең болғанда ол ақырында жай өлең емес, музыкасы қосылып, жігіттер көмектесіп, музыка жазып, сонымен кәдімгідей бір өлең болып шыққан болғанда. Әмбе шықты. Бірақ оны көрмелеп жазып, онда жазып бір-екі тараған жерде ғана орындалды, одан кейін орындалған жоқ. Ал енді не жазуға байланысты, айтып қой, біз ағам 1985 жылы жеңістің 40 жылдығына арналған Александр Михайловтың тас тізім деген әңгіме шықты, қазақ әдебиеті газетіне. Содан бастап жаңағы қайтыс болған Айтмұхан Сансыбай ағамызды іздеп мен бастадым. Содан міне 85 жылдан бастап тек қана осы алдыңғы жылы ғана ағамыздың сүйегін анау Германия жаулап алған Польшаның жерінен таптық. Енді аман болса елімізге әкелеміз деген ойымыз бар, немесе елімізді топырақ атырамыз деген ойымыз бар. Оны Алла біледі, сондай бір шаруалар жасап жатқан. Сол кісіге арналған бір поэма бартында арнаған. Енді бүгінгі қазір оқып беретін ыңғайым жоқ. Егерде нететін болса, мен осы биыл мынау тәуелсіздіктің 30 жылына арнап, өткен тәуелсіздік күніне арналған тәуелсіздік мекені деген бір өлең бар, сол оқып беруге тырысайын. Оқып берейін бе? Тәуелсіздік мекені. Ғасырлар өтіп, мыңжылдыққа айналған, сана өсіп, жұрттың қара қаны қайнаған, тізе бүгіп, тұрақтады жер шарында кіндік. Жер шарының кіндігінде ел болам деп, алаш жерін мәңгілікке жайлаған. Тарихтың сан қырлы ойлары өрнектеп, аз тимеді еліне, қуғын сүргін бейнет кеп, аштық, зорлық, қайталамас зомбылықта қазағымның нарығына шықты пәлек кеп. Бәрін көрген ата-баба, ардақтаған жер ана, қасіреттің кешесінде, көшесінде өскен бала, ақыл сөзбен өсиет айтып, елімізге арқау болған, мыңмен алысып, жырға салған абайдана. Келді заман, келді дәуір нұрын төккен, алашымның байрағы түсі көктен, орындалды арманы көптен күткен, тәуелсіздік әр күні бізге жеткен. Түзеді қатарымды төртеу келіп төбеден, бір түсті боп ортамыз, ауыз толды көздеген, енді бүгін тәуба деп бәсекеге жол тартып, әлемдегі басқа елмен уақыт келді теңесумен. Елім менің көрінбестен кімдер кемін, ата заңым көрсетіп тұр кімдер теңін. Мен Қазақстан азаматы, елде сенім, тұғырлы туымды көтергенде бірге жемім. Ел таңбасы, әнұраны,
тәуелсіздік нышандары, ақ арман, асыл ниет, қиял қуған қашандағы ел бірліктің еңсесіне менің де бар бір айтарым, бал бетіктен басталады, әр күнім атқан таңым. Жақсы, тамаша, аға, қандай керемет, рахмет. Шынында да енді тәуелсіздік әрқайсымыз үшін баға жетпес құндылығымыз, асылымыз. Бұған әрине қаншама жылдар өтті, қаншама кезеңдер кетті. Білектің күшімен, найзаның ұшымен қол жеткізген тәуелсіздігіміз, бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік әрине біз үшін өте қымбат. Қандай керемет, қандай тамаша өлең жолдары. Енді сол кісілердің еске алып, аруақтары разы болсын деп ертеде бастаған тәуелсіздік аңсаған. Бүгін біздің ләззат пен қайраттың аруағы разы болсын. Осы бағытта ой салған азаматтардың аруағы разы болсын деп, биылдан бастап мен осы тәуелсіздіктің 30 жылына 12 көрме арнадым. Ол кітап көрмесі көбісі. Бұл көрмеде бірінші мен қаңтар айында тіл тарландары деп бағытта көрсеттім. Екінші көрме міне ақпан айында өтті. Бұл Қарағанды қаласының, Қарағанды өңірінің туған күніне арналды. Міне соған арнаған көрме. Енді міне наурыз айында, наурызға байланысты біздің қазақтың салт дәстүрі, тарихы сияқты бағыттарға көрме амандықты көреміз. Мен хабарласта болыңыздар. Өйткені осы жылдың аяғына дейін сондай көрме 12 көрме өткізіледі. Енді бір ойым қорытындысын реттеп келіп бір кітап шығару 30 жылдық арна тәуелсіздіктің осы көрменің бәрін қосып. Енді ыңғай біледі, реті келсе сол болады деп бір жоспарымыз бар. Орындала берсін, тілектеспіз әрине. Енді мына үнемі Бастау әдеби-тарихи клубының мүшесі, үнемі қасымызда жүретін балалардың ортан бірі, беделді біздің оқырманымыз, белсенді оқырманымыз Азиза Күлмектенова деген баламыз бар. Осы баламыз бүгінгі тікелей эфирде сізді құттықтап, рұқсат етсеңіз, біз Азизаға сөз берсек. Азиза, егер де бізді тыңдап отырсаң, қосылуыңды сұраймыз. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Менің есімім Азиза. Мен естіп тұрмын ба? Естіп тұрсың, жақсы. Жақсы. Менің есімім Азиза. Мен Бастау әдеби мәдени өлкетану клубының мүшесі болып табыламын. Осы Серік Хамзиұлын осы Бастау мәдени өлкетану клубынан танысқан болатын. Бұл кісі осы клубтың басшысы, және де сіздің өнегелі тағдырыңыз осы келесі болашақ ұрпаққа үлгі алатындай өнеге етуге болатынына сенімдімін. Енді сіздің рұқсат етсеңіз, сіздің бір өлеңіңізді оқып берсем деп едім. Бірлік ниеті. Жақсы оқиғы. Серік Хамзиұлының өзінің шығарған өлеңі Бірлік ниеті. Діні басқа, тілі басқа, тілегі бір. Шаңырақтың астында тұрады бір. Шиналған жұрт пен ұлыс өкілдері, ынтымақ пен ырысы берекелі. Жарасқан татулығы қол ұстасып, жүректе мол сенімі қол ұштасып. Береді нәтижесін бар ел үшін, ұялатып көңілге бірлік күшін. Тәуелсіздіктің даңғылы болашағы, қарқынды рухани даму үрдісі бағыт еді. Елбасы әлемге ұлықтаған, өмір сүрген барша ұлттар қосады үн. Татулық пен келісімді тірек еткен, барша ел мұратына болар жеткен. Қол енді еңбектің арқасында бақ береке, бірлікпен құтты болсын бұл мереке. Тамаша, рахмет, Азиза, көп рахмет. Ағайларыңызға көп рахмет. Рахмет. Енді біз ары қарай жалғастырайық. Аға, жаңа енді өлеңдеріңіз, жаңа кітап көрмелеріңіз жайлы айтып жатырсыз. Енді бағана айтып кеттіңіз сөзіңізде, жаңағы ұлттық біздің асханаға өте жақынмын, көптеген ұлттық тағамдар дайындаймын деп, сізден бір дайындаған наурыз көжемізден дәм татқанымыз бар, өте керемет, тіл үйрет, әлі шейін дәмі тілімізден кетпейді аузымыздан.
Осы ұлттық тағамдарды дайындау, осыған неден басталды осы? Енді бірінші айтып кетейін, жаңағы бала кезімізде мен көбінесе шет өңірінде нағашы шешемнің қолында болдым. Сол кісі өзі кезінде еңбек еткен кезінде шаруашылықта бір емес бір күнде 3 рет 25 сиыр сауатын көреді. Таңертең, түстен кешке, соғыстың кезі болса керек. Жаңағы еңбек еткенге сондай неге май сүт дайындау үшін сондай бір еңбек еткен екен. Сол кісі өзінің бір дәстүрлі ашқан көжесін дайындайтын. Кәдімгі сүтке ашытып, күріш немесе вермишель салып, сонда ашқан көже дайындайды. Сол ашқан көженің дәмі әлі аузымызда, сондықтан мен оны ұмытпаймын, жаңағы нағашымның қолының жасаған тағамды. Мұны осы Саран қаласына көшіп келгеніме 26 жыл болса да, сол 26 жыл бойы жаңағы айтқан шешемнен батасын алып, сол ашқан көжені бүгінгі дейін дайындаймын. Енді бүгінгі санитарлық жағдайға байланысты әкелуге болмайтын болғандықтан, бүгінгі үйде көжем дайын тұр. Үйде бала шаға, уақытын ішіп нетеміз. Екінші жылда осы наурызға байланысты жасаған наурыз көжені жаңағыдай шешеміз батасын беріп береді, соны жасап жаңағыдай сонда ол да бір өзіміздің жанұямызда бір тарихи бір не болып қалды, бір қажетті бір несі, дәмнің бірі. Соны елге көрсету үшін, елге дәмдеу үшін сонда наурыз көже дайындаймыз. Одан басқа енді үйдегі жеңгелерімізді таласа алмаймыз, бұл жаңағы ұлттық тағам, бес бармақ, немесе ет, басқа бір нелерді, одан басқа ұлттардың жаңадан шығып жатқан тағамдарын өзім менен дайындауға тырысамын. Оған кішкене бейімі бар деп айтуға болады. Өзге ұлт өкілдерінің орыс, корейс, татар, Азербайжан, түркмендердің жағында, түрктердің жағында астарын дайындауға тырысамын. Қандай тамаша, енді ерекше бір эраданға көп біздің ұлтта, біздің болмысында көп кездесе бермейтін сияқты, иә? Қандай тамаша, керемет. Енді өзіңізге осы ұлттық тағамдардың ішінде қайсысы ұнайды? Қайсысын жақсы көресіз? Ұлттық тағамдардың мен енді жасаймын, бірақ менің бір жеңгем бар, Валентина Михайловна деген. Сосын жаңағы Қайша деген апам бар, сол кісінің жасаған борыстары менен артық қосылады. Сонда да мен екінші бір жақсы көретін жиі жасайтын тамағым бар. Орыстың тамағы солянка деген су солянка дейді. Соның бір қажетті нелерін тауып аламын да, соны жасап көремін бір. Екіншінші жаңағыдай корейстің кукси тағамы. Осы кукси тағамын жаңағыдай дайындауға тырысамын. Енді тағы бар, жаңағы Азербайжанның мен түрктің далмасы бар, басқа тағамдары көптен бір тағамдарды жасауды. Ол бір әуес қойып, күнде әйнен кештің асында тұрмайын, бірақ анда-санда бір әуес қойып неткен кезде, қол болса кезде, кішкене банаға да кішкене бір әртүрлі тағамын ауысы үшін сондай бір неге бағыт қоямын өзіне. Енді мына қамшының сабындай 5 күндік жалғанда жақын өмірімізде жақсы сәттер көп болғанын қалаймыз. Бақытты, табысты болғымыз керек. Ертеңгі күннен үмітіміз зор. Бірақ өмір болғаннан кейін бірде сырмейміз, бірде құлаймыз. Енді осы бір жарыққан сәттерде қалай өзіңізді жігерлендіресіз? Жалпы өмірлік ұстанымыңыз қандай? Мен негізі педагог болғанмен, кейінгіден мемлекет қызмет, 10-12 жыл жұмыс істедім. Одан кейін 17 жылдың шамасында мемлекеттік басқару жүйесінде қызмет атқардым. Пән бойынша сабақ бердім. Сол кезде, пәнге дайындалған кезде, ғылыммен араласқан кезде, адамның психологиясын, адамның Қазақстан конституциясының құрылымын байқасаңыз, біз қиыншылыққа тұрған кезде, сол қиыншылыққа шөкпей, наоборот, оған қарсы тұрып шығуымыз керек көрді. Бұны кезінде елбасы айтқан болатын. Біз дағдарысқа шығарған кезде, дағдарысқа қарсы бағдарлама құрып, соған шығатындай болдық. Сол сияқты әр адам
бір қиыншылық болған кезде сол қиыншылықтың астында қалып қоймай, сол қиыншылықтың қарсы шығып, сондай ұмтылыс жасаса, адам әрине жеңуге тиісті деп ойлаймын. Сондай бағытта өзімді ұстадым, сондай бағытта балаларыма да айтсам, қиналатын жағдайда болсам, айтыңдар, немесе өзің естетін болсам, сонда тұрып қалмай, қарсы шығатын жағдай болу керек. Сонда ғана сен жеңесің. Керісінше адам қанына жағылпай, керісінше жігерленіп қайраттанып кетеді. Өйткені ол болмаса адам батып қалады да, басқа жағдай болып кетіп сондықтан адамды өз-өзін нету керек, деңгейін ұстау керек, адам өз-өзінің мөлшерін білу керек. Сондықтан адамның мүмкіншілігі көп қой. Темір компьютердің мүмкіншілігі көп десек, сол ойлап тұрған адамның мүмкіншілігі көп. Сондықтан адамның бүгінгі деңгейде дайындаған ой тарасын зергектігі өте зор. Сондықтан біз пайдалануымыз керек. Ол жаңағыдай басқа қалып қоймау керек адамның дүниесіне. Енді әр адамның өз қолында дейсіз ғой, өзін жігерлендіру, қайраттандыру, не болмаса жабығып, өмірден күйіндіруге. Жақсы, рахмет. Енді сіз өзіңіздің мамандығыңыздан керемет екенсіз. Сіз қоғамдық жұмыстарға қатыса отырып өзіңізді жан-жақты еттіңіз. Бүгін көптеген жетістіктерге қол жеткіздіңіз соның арқасында. Енді мына жақсы маман болу үшін адам нені біліп, нені үйрену қажет деп ойлайсыз. Жалпы бүгінгі жастарға, мына өскелең ұрпаққа қандай өсиет айтар едіңіз? Біріншіден, басында қазақ рух деген сөзге өте жақын тұрамыз. Рухани байлыққа байланысты бағытты біз бүгін көңіл аударып жатырмыз. Осыны ол 5 жыл бұрын, 5-6 жыл осы рухани жаңғыру бағытта бұл елдің бәрі ойлады, бұл жай бір неде. Бұл шынайы адамға өте бір қажет. Адам ішкі дүниесін жөндеу, сырттан жүрген келмейді. Әр адам өзін жөндеу керек. Сондықтан рухани деген өте бір сыпайы бағытта қалыптасқан жүйе. Соған біз әрқайсымыз басымыз бұруымыз керек. Енді бүгін келетін болсақ, негізгі менің мамандығым мұғалім дедік, одан кейін мемлекеттік қызметке араласқан бар еді. Мен саясаттанушы мамандығын таңдадым, осы бағытта біраз жұмыс істедім. Сонымен қатар творчество жағын тастаған жоқпын. Адамның жаңағы мүмкіншілігі көп, мен жаңа шұғылданған затымен қатар, мұнысы Саран гуманитарлық техникалық колледжда, мұнысы былтыр бастаған жағдайға байланысты тоқтап қалды, мен театр кружогын ашқан болатынмын. Фарида Оңғарсынованың еске алу жөнінде бір сахнасын қойдық Қарағандыда, ал енді негізі жасаған Махаббат көпірі деген жаңағы театралдық көрмемді бітіре алмадым, өйткені мынандай жағдай кішкене кедергі жасады. Әлі болса үміттемін, биыл жақсы алдаманып болса жақсы кішкене кеңейіп төмендейтін болатын болса, балалармен тығыз байланыс жасап, сонда бір алға шығатындай ойым бар әлі. Махаббат көпірі деген ол өзіңіздің шығармаңыз? Жоқ. Бұл Қарағандының жас жазушы, ақыны, өте бір беделді ғылымға тартымды адам соттың шығармасы. Бұл басқа деп аталады. Яғни менің қойған жаңағы шығарма. Ол жастарға арналған. Жастардың трагедиялық көрмесі өте бір мазмұнды, соны бір көрсеткен бе деген бір мағыналы көрсеткен бе ойы бар, соған енді ыңғай біледі қалай болатын жағдай. Жақсы, орындала берсін, соған жетіңіз, және біз де соны көріп, куәгер болайық. Енді арамызда осындай таусылғалы азаматтардың жүргені, біздің олардың тануымыз әрине біз үшін үлкен бақыт. Мен жалпы сізбен танысқаныма, сізді білгеніме тағдырға тәубә дейін шүкіршілік етемін. Қандай керемет, қандай тамаша, сізден алған өнегем өте көп. Мына 2017 жылдан бері сіз біздің бастау эстафета клубын төрағасы болып басқарып келесіз. Жастарға қандай өнеге. Қай тақырып қалмасақ та, сіз өрбітіп алып кетесіз. Кез келген тақырып, ата заңымызға байланысты болсын, жалпы заңға байланысты болсын, не болмаса тарихқа байланысты болсын, философия болсын, барлығын өрбітіп алып кете бересіз. Сіздің бұндай жан-жақтылығыңыз әрине бас игізеді. Тек қана сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Арамызда өстіп, жадырап жүре беріңіз. Қандай биік болсаңыз да, үнемі аралығында аласа болып жүресіз.
өте қарапайым, кез келген үлкен еңкейген баламен жаңағы еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін сіз кәдімгідей өзіңіз бастап амандасып, өзіңіз бастап хал жағдайын сұрап, барлығын сондай қарапайым болған соншалық осы тәттімін осы бір қасиетіңізге. Өзімнің де бала шағамды, ұрпақты осылай тәрбиелеп, сізді үлгі өнеге етіп жүргім келеді. Тек қана сізге зор денсаулық, бүгінгі біздің шарамызға келісіп, өзіңіздің туған күніңіз болса да, бүгінгі күні осы біздің шарамызға келіп, бізбен бірге кездесу ұйымдастырып, осылай өзіңіздің бар даналығыңызбен бөлісіп, жиған келгеніңізбен бөлісіп келгеніңізге алғысымыз шексіз әрине. Енді мына кітапхананың атынан сізге мына кітап сыйға тапсырсақ деп едім. Кітапхана ұжымының атынан сізге кітапты мына тарту етуге рұқсат етіңіз. Енді сіз бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, сіз жеке кітапханаңызда 500-ге жуық кітап бар, сол 500-ден астам, сол 500-ден астам кітабыңыз 5000-ға дейін жетсін. Әрбір азамат сізге кітап сыйлай берсе, әрине ол арта береді анық қой. Сізде бар жоғын білмедік енді, мына Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз кітабын, романын сізге тарту етеміз. Артықтау енді, рахмет. Рахмет. Құрметті достар, оқырмандар, осымен біздің бүгінгі тікелей эфиріміз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет, сау саламатта болыңыздар. Аман жүздесейік.